Өткенде өкініп жүрген талай адамды білем. Бірі бір рет қателесіп, содан бері өзін өзгеден төмен санап, мен бұл жазаға лайықтымын деп өзін өзі жазалап жүр. Бірі күйеуі тастап кетсе, өмірінің соңына дейін оған ренжіп, бүкіл ер азаматты жек көріп, жалғызбасты екеніне мұңайып өмір сүруде. Тағы бірі өзін ешкімге керексіз санайды. Гүлдің бір күлтеше жапырағы түсіп қалса, одан гүлдің жұпар иісі жоғалмайды ғой. Ағаштың бір бұтағы сынса, ол ағаш соған бола солып қурап қалмайды. Ал біз адамдар саналы бола тұра бір кем дүние үшін өмірден бас кешіп түңілеміз. Оқырмандарға айтарым, орныңыздан тұрып, өміріңізді ары қарай жалғастыра беріңіз. Өмірдің қызықтарынан, бақытынан бас тартпаңыз. Біреу алдап кетсе, жұрттың бәріне сенімсіздікпен қараудың қажеті жоқ. Бір мекеме сізді нашар қызметкер десе, өзіңізді еш нәрсеге тұрғысыз санап, басқа мекемелерге барудан қорқудың да қажеті жоқ. Сізді білімсізге балаған бастықта дәл сіз секілді адам, ол не айтпайды. Мұндайда мен бұдан жақсы қызметке лайықтымын деп басқасын іздеңіз. Күйеуіңіз басқаға кетіп қалса, өміріңіздің соңына дейін жастықты құшақтап жылауда қажетсіз. Мұндайда мені лайық көрмеді демеңіз, керісінше ол маған лайық емес деп айтыңыз. Қысқасы, ешқашан сағыңыз сынбасын. Әрине, егер сағыңыздың сынбауына жол бермейсеңіз, ешкім оны сындыра алмайды. Өзгелер төмен санаса да, сіз ешқашан өзіңізді өзгенің алдында қор санамаңыз. Осы орайда мынандай мысалды келтіргім кеп отыр. Ертеде бір ауру адам емшіге келіп, ауруымнан құтылуға көмектес деп өтініпті. Емші мен емес, сен маған көмектесуің керек дейді. Ауру адам қалай деп аңтарыла қарайды. Сонда емші, айтқандарыма қарсы шықпай, бәрін бұлжытпай орындап, еміме сенетін болсаң, бұл маған көмектескенің. Екеулеп ауруыңды жеңеміз. Ал егер айтқанымды орындамай, жазылатынына сенбейтін болсаң, ауруыңа көмектескенің. Екеуіңді мен жеңе алмаймын. Ал біз екеуміз бір жақ болсақ, онда жалғыз дертті жеңе аламыз. Түсіндің бе? Сондықтан маған ғана емес, өзіңе сен деген екен. Осы мысалда айтылғандай, егер сіз ең алдымен өзіңізге сенетін болсаңыз, сәтсіздікте, ауруда, жұмыссыздықта сізден қашады. Осы тұста өзімнің өмірімнен бір үзік сыр айта кетейінші. Мен Шымкент қаласының қызымын. Кейіннен отбасымыздың жұмыс жоспарына қарай Астанаға көшіп кеткенбіз. Астанада 9 сыныптан бастап оқыдым. Астанада басқашалау, тәрбиеде, өмірге деген көзқараста оңтүстікке қарағанда өзгеше. Әрине, бәрі солай деуден аулақпын. Бірақ менің сыныптас құрбыларымның көпшілігі жоғары сыныпта оқып жүргенде ақ жігітпен тән жақындастығына баруды ұят көрмейтін. Кейін өзім отбасы құрған соң солтүстіктің ондай нәрселерге мән бермейтінін ұқтым. Мүмкін бір жағынан ол да дұрыс шығар. Өйткені көп отбасында қызы алданып қалса, ол психологиялық тұрғыда оны көтере алмай, өзіне өзі қол жұмсайды. Сонымен қатар ата-анасы да қара бет болдық деп басын көтеріп жүре алмай, уайымнан ауру табады. Ал солтүстікте ондай емес, бұл бақытты болуыма кедергі бола алмайды деп ары қарай өмірін жалғастыра береді. Яғни бір рет жасаған қателігі оны келесі қателіктерді жасауына себеп бола алмайды. Мектепті бітіріп, бірінші курста оқып жүргенімде бір курс жоғары оқитын әділетпен танысып, араласа бастадық. Ол Шымкенттен келіп оқуға түскен, халықаралық қатынастар факультетінде оқитын. Шымкенттік болғандықтан өзіме жақын тартып жүрдім. Сыйластығымыз күннен күнге арта түсті. Соңында екеуміз қыз жігіт болып жүре бастадық. Біз де үйленбей тұрып ақ төсек қатынасына бардық. Әрине, мен жігітімнің сөзіне сендім, ол мені сендіріп уәдесін берген болатын. Әділет оқуын бітірген соң Астанада қалатынын айтатын. Бірақ оқу жылы аяқталғанда Астанадағы барлық қызықты шақтарды бір күнде ұмытып, менің тағдырымды елемей тастап кете барды. Жылатпаймын, бірге боламыз деген сөздерін ұмытты. Міне, дәл осы сәтте мен депрессияға түстім. Енді мен ешкімге керек емеспін деген ой түнгі ұйқымды ұрлады. Өзіме қол жұмсауға дейін бардым. 4-ші қабаттан өзімді тастап жібердім. Бірақ аман қалдым. Аман қалғанымды қайтейін, аяғым, қолым, иығым сынып, басым жарылып тән азабын тарттым. 6 ай аурухана төсегінде жаттым.
Бүкіл денем гипсте. Сол уақытта қиналғаным есіме түссе, өзіме өзім ашуланамын. Неге мен соншалықты өзімді қинап, осындай жағдайда түсірдім деп сұрақ қоямын. Ал ол уақытта мені тастап кеткен жігіт алаңсыз өмір сүріп жатты. Оның еш нәрсесі де кетпеді, физиологиялық және психологиялық қиналысқа түскен мен ғана. Сондай-ақ ата-анамды да уайымға салып әбігерге түсірдім. Ауруханадан шыққаннан соң да мен үшін өмір тоқтап қалғандай күйде жүрдім. Осының бәрі бала кезде бойыма сіңген тәрбиенің әсері ғой. Қарап отырсам, бір жігітке бола мен 4 жыл қиналыппын, азап шегіппін. Оқуымды уақытша тоқтатып, оны кейін қайта жалғастыру машақатын айтпай-ақ қояйын. Сүйектерім бітіп, гипс шешіліп, аяқтарымда әрең басып жүрген кездерім де азапқа толы еді. Қазір бәрі де артта қалды ғой. Бір күні жолай такси ұстап міндім. Жол ұзақ болғандықтан жүргізуші екеуміздің әңгімеміз жарасып, ол менің телефон нөмірімді алды. Ертеңіне таңертең үйдің алдынан күтіп алды. Университетке дейін сөйлесіп, өзінің Көкшетаудан екенін, алайда Астанада тұратынын айтты. Көлігінен түсерде оқудан алып қайтуды ұсынды. Осылай таныстығымыз жалғасты. Руслан өмірімнің күреңсіз бір кезеңінде бұлт арасынан жарып шыққан күн секілді болды. Кейіннен қарым-қатынасымыз нығая түскенде өзінің таксист емес, министрлікте жұмыс істейтінін, тек анасы ғана бар екенін ашып айтты. Ол үнемі жанымнан табылып қамқор болып жүрді. Тіптен келіспесем де оқуымның ақшасын, күнделікті тамақ, басқа да қажеттіліктермен қамтамасыз етті. Демалыс күндері Бурабайға қыдыртты. Адалдығы сонша менің жеке шекарамнан аспайтын. Артық сұрағы да жоқ. Екеуміз 1 жылдай бірге қол ұстасып жүрдік. Оның да, менің де отбасым екеуміздің қарым-қатынасымызды білді. Оқу бітіргенімде маған жұмыс тауып бергенде сол Руслан үйленуге келісіп той болатын күнді де белгіледік. Бұған дейін ол маған тән жақындастығын ұсынғанда емес. Ал үйленуден 1 апта бұрын ол түнді бірге өткізгісі келетінін айтты. Осы кезде адал емес екенім есіме түсіп, ішім удай ашыды. Ішім қанжылады. Күні бойы қыдырғанда көңіл күйім болмағанына уайымдап, ауырып қалмадың ба деп бәйек боп жүрген Русланға не айтарымды білмедім. Бәрібір түбінде білетін жайт болған соң, не де болса ертерек айтқым келді. Русланға онымен жолыққанға дейінгі қателігімді баяндап бердім. Бәрі де осы жерден бітеді деп ойлаған едім. Жоқ, Руслан кім қателеспейді. Оның үстіне онда тұрған не бар? Бұдан былай сен тек менікісің ғой. Бақытты болу үшін сол бір қателік кедергі бола алмайтын шығар деді. Біз үйлендік. Тұңғыш ұлымыз дүниеге келді. Енем де керемет жан. Босанғанда жанымда болып, баламыз өскенше қарайласты. Үй шаруасында білмегенімді бетіме басып ұрыспады. Тек үйреніп алсаң өзіңе жақсы деп отыратын. Ал біздің оңтүстікте ше, келін қанша жерден жақсы болса да, егер тамақты жақсы пісіре алмаса болды, ол жаман боп шыға келеді. Қыз тамаша болғанымен, егер ол жас кезінде аңдамай аяғын 1 рет шалыс басқан болса, жігіттер оны жар еткісі келмейді. Бәрі болмаса да оңтүстікте көбісі болмайтын нәрсеге бол адамды кемсітіп түртпектеп отырады. Әрине, мұндай адамдар басқа өңірде де бар шығар. Сондықтан менің не айтпақ болғанымды дұрыс түсініңіздер. Мен оңтүстікті кемсітіп, солтүстік менталитетін насихаттап жатқан жоқпын. Айтпағым, бірақ нәрсе, яғни басыңа қандай қиындық, бақытсыздық туса да, ешқашан өзіңді ешкімге қажетсізге балама. Өзгелердің саған деген сенімі жоғалса да, сенің өзіңе деген сенімің жоғалмасын. Білесіз бе, өзіне сенімді адамға тіпті гипноз да әсер етпейді екен. Өзіңізге деген сеніміңіз жоғалмаса, өміріңізді өзгерте аласыз, ешкімде, ештеңе де сізге бөгет бола алмайды. Өмірде жақсылықта, жамандықта кезігер. Бірақ жақсылыққа көбірек сену қажет. Орын алған бір жамандық бүкіл өміріңізді жаман ете алмауы керек.